осы біздің елдегі исламофобтар бар ғой. Исламды жамандайтын, исламға тіл тигізетін, солар, белгілі футболист бар еді ғой, бар, Криштиану Роналду деген. Содан да жаман. Неге дейсіздер ғой? Себебі Роналду Испанияда ойнап жүрген кезде өзінің командасындағы мұсылмандарға андай жігер беріп тұратын. Рамазан айында жаңағы ораза ұстап жүрген уақыттарында олардың ауызашарларын дайындап беріп, оларды жаңағындай нағыз мұсылман болуға үгіттеп, ауыздарыңды ашып жібермеңдер деп, сонда ерекше жігер сыйлап жүретін да. Қараңызшы, өзі мұсылман емес, бірақ қазіргі таңда да мысалға араб елінде шатаспасам футбол ойнап жатыр, сол жақта да жаңағы Фатиха сүресін жаттап апты, мысалға өзі сәжде қылып жүр. Сонда бір мұсылмандарға деген әйтеуір құрметі қай жерде жүрсе де байқалады да, бірақ өзі мұсылман емес. Осындай бір оқиғаларды көрген кезде бір еріксіз Құрандағы мына аят есіңе түседі. Алла Құранда айтады: "Уа май юаззим шаираллах фа иннаха мин тақуал қулуб" дейді. Кімде-кім Алланың ұлық деп тапқан нәрселерін ұлықтайтын болса, ол да бір жүректің тақуалығынан дейді. Енді Алла Тағала сондай исламды сыйлайтын, шын жүректен жақсы көретін адамдардың исламға келуін нәсіп қылсын.